Бәріне сәлем, бүгін сіздермен фото-видеоға арналған фон жасаймыз және суретке түсіретін боламыз. Бізге алдымен обой керек болады, кез келген обой жарай бермейді, көбіне однотонный ақ түсті не болмаса керісінше сыр түсті обойлар болады. Мен осындай обойды алдым, ақ түсті минималды. Енді бұл обойды қабырғаға және де осы үстелдің үстіне келетіндей қылып жайып шығамыз. Кейін скотчтың көмегімен үш жағына жапсырдым. Осындай кішкентай скотч обойды мүлдем құртпайды. Обойымыз жыртылып қалмайды, оны видеоның соңында көрсететін боламын. Осылай терезенің алдында түсірген жақсы болады, сонда бізде жаңа табиғи жарықты қолданамыз. Не болмаса басқа әдістер, яғни софтбокс, кольцевая лампа деген сияқты әдістер бар. Мен қазір суретке осы трубочкиді түсіретін боламын. Оған әдемі вид беру үшін осылай сахарная пудраны үстіне сеуіп шықтым. Түсірейін деп жатқан тамағыңыз бастысы тәбет ашарлықтай болу керек. Соған әрекет жасап, жаңағындай түрлі әдістер қолданасыздар. Фото не болмаса видеоға түсірген кезде жарық бізде өте маңызды рөлді алады, сондықтан фотофонда қай жерде жарық көп, сол жаққа апарып түсіресіздер. Фотомыз одан да әдемі болу үшін осындай көрнекілік құралдар қолдансаңыздар болады. Осындай гүлдерді қолдандым. Кейін гүлдердің орындарын ауыстырып, қай жақта жақсы көрінеді, сол жерге қойып аламыз. YouTube'қа обложка қойған кезде осы жерден камерадан 16:9 деген форматты таңдап алып, фотоға түсіретін боламыз. Тамағымыз бен гүлімізді әртүрлі жаққа қойып, қай жақтан жақсы көрінеді, сол жақта таңдаймыз. Осылай мен түрлі жақтан фотоға және видеоға түсіріп алдым. Тамақты портрет режимінде де түсіруге болады. Егер де ондай режим жоқ болса, кәдімгі фотода біздің фокусты тамағымызға түсіреміз. Сонда бізде артқы фон, яғни гүлдер бұлыңғыр болып тұрады. Сіздер де осы техникаларды пайдаланып, практика жүзінде өздеріңізде әдемілеп түсіріп көріңіздер. Скотч осылай өте тез алынады және де ешқандай біздің обойымыз бүлінген жоқ. Түсіріп жатқан видеоларым ұнаса, менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұйыртса 1000 подписчикке өте аз қалды.